Сондықтан да тілектің кезегі ауылдас көршілерге келіп жетті. Қол соғайық, кәнекей. Құрметті замандастар, сөйлей берейін бе? Ага. Құдайы көршілеріміз біздің бүгінгі тойларын құтты болсын. Бала шағалардың алдында осылай асқақтап жүгіріп сендерге қызметтерін істей берсін. Осы балаларың аман болса, сіздер бақытты боласыздар. Сіздерге зор денсаулық тілейміз. Енді отбасыларың амандық тілейміз. Бала шағаларың осылай алдарыңда ойнап күліп сендерге жылдан жыл тойларыңды істей берсін. Бар жақсылықты енді сендерге тілейміз, амандық. Ана Түлашар кішкентай балаларың озат оқушы болсын, мектепті жақсы бітірсін, оқуға түссін. Соның тойында болайық, тойдан тойға жүре берейік. Ереке апа, тойларыңыз құтты болсын. 60 пайғамбар жастарыңыз құтты болсын. 100-ге жетіңіздер, бірге қартайыңыздар. Кішкентайда білімді, табысты, үлкен азамат болсын. Әрқашан бақытты болсын. Көршілер атынан неміз бар, бәр тілектеріміз және табыстайтын неміз бар. Кім сөйлейді? Ассалаумағалейкум, құрметті бүгін кешті қонақтары, құрметті қонақтары. Бүгін мына Ерназар аға мен Ажар апамыздың отбасында үлкен бір қуаныш. Осы қуаныштың кешінде құрметті қонақ отырмын, барлығымен қуаныштымын. Ереке Ажар апа мен бір жағынан сіздің балдарыңыздан разы болдым. Бұл ел азаматтың арманы да бұнда әке шешеге той беру. Сіз бақытты екенсіз. Міне балдарыңыз сіздің құрметін ізет қылып юбилейді жатыр. Нәсіп қылса кім Сәбитжан, Сәулетжан, сендердің де балдарың әке шешеге қызметтің сендерін қайтарсын Құдай. Әрдайым отбасынан құт береке, бақыт тілеймін, денсаулық. Осы балдардың немере шөберелерінің рахатын көріп әрдайым жүре беріңіздер. Әрдайым отбасын құт береке, жаңалықтары қуанышты күнде осы көршілер ағайынды бірге тойлап жүре берейік та. Аға, апа, міне Лариса, Сәулет, тойларыңыз құтты болсын әрқашанда. Мына жақсылықтың бәрі айтылып жатқан періштелердің құлағына шалынып, әрқашан сіздің үйде той болсын. Тойларыңыз тойға ұласып, бәр жақсылықты тілейміз. Сол мына сыйлығымызды қабыл алыңыздар. Ерназар аға, Ажар апа, мына бүгінгі тойларыңыз құтты бола берсін. Сәулет, Лариса, мына сендердің де бірінші тойларың ғой, құтты болсын. Сіздерге тілерім дендеріңіз сау болсын. Осы балдарыңыздың арқасында күліп, ойнап, өйстіп, жайнап, юбилейден юбилейге жетіп жүре беріңіздер. Әрдайым үйлеріңізде той болсын. Ең жақсы көршіміз сіздер. Сіздерге әрдайым үйлеріңізде той болған тілейміз. Денсаулықтарың мықты болсын. Осы балдарыңыздың қызығын көріп, күліп, ойнап жүріңіздер. Барлығымыздың атымыздан енді сыйлығымыз бар. Көршілеріміз тілектеспіз сіздерге. Сіздерді жақсы көреміз. Ерназар аға, тойларыңыз құтты болсын. Бар жақсылықты сіздерге тілеймін. Жастан жасқа жетіп, Құдай көрші болып жүре берейік, сыйласып сіз біз бол. Болдық па? Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Мына көрші деген бұл ағайын туыстан жақын жандар ғой. Шамалы енді былай тұрып алайық. Жаңа көрдіңіздер, традиция бұл. Той иелерін ортаға шақырамыз. Мына жақтан келіп тұрыңыздар. Екі жақтан теңесіп тұрайық. Келіңіздер. Бақта қырсы оп-оңай қонбайтын келіп, қона қалса бастырыл сондайтын белек. Қосылмайды дейді қойшын ғашықтарды, қосылғанда шын ғашық болмайтын белек. Қуанамын жар етіп алмағаныма, сен де мені сарсаңға салмағаныңа, келін боп келмегеніңе. Тағы да бір рет ағайын. Ендеше сөздің басы тойдың басында айтқанымыздай, анаңды сыйла, анаңды сыйла, анаңды сыйла. Онан соң әкеңді сыйла деген ағайын. Осы сөзге сүйене отырып, анадан бастап, анамызға деген, анаға сағыныш деген әнді орындап берейін. Қабыл алыңыздар ағайын. Баршалы аналарымыз, дүние жүз аналарымыз аман болсын деп кәнеге. Аналардың құрметіне қол соғып қояйықшы ағайын. Береке белдігі
тілегі өзіңнен ғана ей белгілі кеудеңе сыйғандай даламның дархан кеңдігі көңілі гүл көктем мейірімді жан еткен дүнием төрт бөліп бесік тербеткен анаңды сүйсең менше сүй антындай хауана қалпындай мейлімен мың жазса сарқылмай кіршіксіз жүрегі алтын десе алтындай Қол соқпай ағалайын. көңілі гүл көктем мейірімді жан еткен дүнием төрт бөліп бесік тербеткен анаңды сүйсең менше сүй Келіндері, балалары, қыздары құттықтайын деп жатыр ағайын, ата-анамызды. Қол соқпай ағанеге. Ата-анамыздың мерейін асырып, төрге қараңыздар, сурет жаққа қараңыздар ағайын. Осы күнге жеткен бар, жетпеген бар мінеке ағайын. Ұрпағымен мың жасасын, қыздары, келіндері келе жатыр, қол соқпай ағанеге. мен бағалы ол өзі шығарып отының сөнбей алауы өзіңсің мәңгілі жанымның жүрек жалауы көңілі гүл көктем мейірімді жан еткен дүнием төрт бөліп бесік тербеткен анаңды сүйсең менше сүй көңілі гүл көктем мейірімді жан еткен дүнием төрт бөліп бесік тербеткен анаңды сүйсең менше сүй анаңды сүйсең менше анашым аман жүрші Билеген кісілерді төрге шақырып қаламыз. Рахмет. Отырып алыңыздар. Мына жерде үлкен көрініс болды. Сіздерден көрінді ма, көрінбеді ма білмеймін. Мына жақта артынан тұрыңыздар. Немерелер кетпеңіздер. Ата-анамыздың арқасынан тұрайық. Иә, күйеу балдары, келіндері, қыздары, ұлдары. Құрметті ағайын, өлең айтып жаттым, Сәулет барып анасын алып келді. Әрі қарай жалғастырып жаттым, Сәбет барып әкесін алып келді. Міне бүгінгі парызын орындап жатқан, өздерінің қарызын орындап жатқан анаға деген, әкеге деген құрмет. Баршаларыңызды назарларыңыз осына тартып, ата-анамызға қараңыздар. Мінеке балалары разылығын алып жатыр деп байқайладым, байқаған болсаңыздар, иә? Сондықтан да бір қол соғып қояқшы осы отбасыға, осы бүгінгі жалпы тілектіші болып келіп отқан сіздердің арқаларыңыз әрине ағайын. Білесіз бе, дүниеде үш тілек бар, Ерназар әке, сөзсіз қабыл болатын. Білесіз бе соны? Дүниеде үш тілек бар, тез қабыл болатын. Ата-ана тілегі. Ата-ана тілегі. Екіншісі. Екінші және ата-ананың тілегі. Өмірде бақытты болсын балдарым деген сол. Әрқашан осы балдарымның бақытын тілеймін. Алладан. Бәрекелді. Ағайын, дұрыс айтып отыр. Ата-ананың тілегі балаға деген қабыл болған. Баланың ата-анаға деген тілегі қабыл болған әрқашанда. Көзі тірісінде сыйлап жатсындар, Алла разы болсын. Көзі тірісінде. Кезінде
Өзбекстанның бір имамы қари, атын ұмытып отырмын, шынын айтқанда сол оқып жүрген кезде оқуынан келсе әкесі күтіп алады екен. Әкесі бірақ енді адам болғаннан кейін әртүрлі ситуация болады. Әкесінің шамалы бір ойы аумал төкпелі, жасы үлкен кісі екен. Сонда жаңа баласы келген кезде әкесі баласына айтады екен: балам, мені үйге апарып тасташы деп күтіп отырады екен. Өзінің үйінде отыр бірақ. Сонда баласы машинасына отырғызып, ауылды бір айналдырып алып келіп үйіне түсіреді екен: әке, үйімізге келдік деп. Күндердің күнде осылай жасай береді. Бір күні машинасы ақша керек болып сатып жіберіп, жаңа кісі жаяу қалған кезде тағы келсе әкесі сөйтіп айтқан екен: балам, мені үйіме апарып тасташы десе, мінгізетін машина жоқ қой. Арбаға мінгізіп, көшені бір айналдырып келіп, әкені үйге түсіріп жатса, әкесі айтады дейді: балам, осы кезде қазір ойым есім жайына келді. Мынау саған алғыс айтып, бір батамды берейін, алақаның жай деген екен. Алақанын жайып тұрып: балам, ешқашанда дүниеде кем болма, кем болмайсың. Білгір бол, алғыр бол. Ең бастысы менің тілегім келешекте әлемнің патшалары соңыңда жүрсін деп бата берген екен. Ол кісі таң қалыпты енді. Әумин деген. Дүниеден әке біраз жылдан соң өтеді. Жаңа қари үлкен Өзбекстанның ең алды имамын айналады екен ағайын. Сонда Самарқан қаласында ең үлкен медресе құрылғанда 5 мемлекеттің президенттері жиылған кезде Ислам Карим Абдуғаниевич кезіндегі бірінші президент шақырып: ал енді сен жол баста, жаңа медресенің ашылуын сен бастайсың деп алдыға салған екен. Арқасында 5 мемлекеттің президенті келе жатқан кезде жаңа кісі ебіл-тебіл жылап, әкесінің берген батасын сол кезде қабыл болғанын білген екен ағайын. Сондықтан да әрқашан ата-аналарымыз аман болсын, балаларға деген баталары қабыл болсын, баршаларыңызға Алла разы болсын, және де осы отбасыға деген тағы бір қошеметті сұрап қалайық ендеше. Құтты болсын тойларыңыз. Әкем жақсы адам, анашымның керегі. Фотоға түсірдің ба? Ендеше қадірлеп ата-анамызды төрге шақырып саяқ. Ал ендеше көп созбайық, кезекті достарға қаратайық. Ортаға, тілектің алаңына достар шақырайық кәнеке. Қол соғайық, құрметпен кластас достар кәнеке. Достарын қимаған, қуанған сәттерде достарын жинаған. Істесе басыңа, досыңнан жасырма, адалдық қалады, қол беріп қасында. Сырғып өмір өзің орнында тұрмайды, жастық шақ өтеді, бір күн қол бұлғайды. Сыйластық қалады достар әлемінде, достықпен ынтымақ болсын бар елімде. Сырғып өмір өзің. Рахмет, күшті. Кәнеке, бір шетте тілек бастайық. Қай досыңыз бастасын? Барлығымыз тілек айтамыз ба? Әлде арамыздан бір-екі кісі? Қалғанымыз қосыламыз. Кәне. Ассалаумағалейкум баршаға. Құрметті аға, жекзат, класстастар. Сәулет Лариса, жаңа тойың құтты болсын. Әрқашан осындай той болсын. Елеке немереңіздің тойы құтты болсын. Ажырапа немереңіздің тойы құтты болсын. Әрқашан осы әулетте той болсын. Осы мынау класстастар атынан азғантай подаркымыз бар тапсыруға. Көркем Гаухар. Кеш жарық барлықтарыңызға. Бүгін құрбандықтар әулетінде үлкен той.
тойларыңыз құтты болсын. Ерназар аға, Ажар апа, мерей тойларыңыз құтты болсын. Кластасым Сәулет, Лариса, мына батырларыңның қадамына нұр жаусын, көз қуаныштарың болсын. Тек жақсылыққа тойыңа келейік. Тойларың тойға ұласын. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Міне бүгін Құрбановтар әулетінде үлкен мереке той. Бұның себепшісі біздің класстас досымыз, Сәулет досымыз. Лариса, Сәулет, сіздерге отбасыларыңызға үлкен табыс. Мына ұшырып отқан тілектерің әрқашанда жақсы ниеттерде, жақсы ойларында, жақсы әрқашан ойларын өмірде қойған тілектерін әрқашанда амалға асырып жүре берсін. Сіздердің қуаныштарыңыз болсын. Мына Ерназар ағамыз бен Ажар апамызға әрқашанда осы немерелерінің қызығын көріп, әрқашанда осындай жақсы дастарханда, жақсы тілектермен, осындай жақсы адамдармен тойларын, жақсы ниеттерін өткізе берсін. Сол үшін осы 88-дер тілектеспіз барлық. Лариса, Сәулет, тойларын құтты болсын. Оқуда озат болсын. Әрдайым осы қатарының алды болсын. Ата әжесінің мерейтойы құтты болсын. Дендері сау, өмір жасы ұзақ болсын. Әрдайым осы немерелерінің қызығын көріп жүре берсін. Дүниедегі бар жақсылықтарды тілеймін сендерге. Лариса сәке, бүгін болып атқан тойларың құтты болсын. Балдарының ең қызықты тойларын көре бері. Мен деген баланың бірі болсын. Әрқашан биіктерден көріне берсін да. Азғандай подарок бар, сол үшін рұқсат етіңдер. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Мінекей бірінші мына Ерназар атамыз бенен Ажар анамыздың мерейтойы құтты болсын. Дені сау болсын, немере шөберелерін ертіп жүре берсін. Одан кейінгі мына баламыздың тойы тілашары құтты болсын. Үлкен азамат болып өссін. Үлкен биіктерден көріне берсін, дені сау болсын. Достық аты менің жарқын шұғылам, ол мәңгілік сөнбейді деп оғынам. Ұлы достық құдіреті деп білем, дүниені тербеп тұрған, тыныған. Өлеңмен қорытындылады ғой. Ендеше бір фотоға түсейік, ортаға тұрайық. Туасын достар тойларыңыз. Бір достым бар бауырымдай болып кеткен, бір достым бар ауылымдай көріп кеткен. Достарым көп абыройлы қызметтерде, кей достардан арамызда суып кеткен. Бір достым бар бауырымдай болып кеткен, бір достым бар ауылымдай көріп кеткен. Достарым көп абыройлы қызметтерде, кей достардан арамызда суып кеткен.
бөліп жарып емес, жалпы тілектің реті келді деп ортаға әрі досы, әрі отбасымен араласып жүрген әріптесі жалпы Төрехан ағамыз бен Әсем ханымды ортаға шақырғым келіп отыр. Кәнеке, келіңізші кәнеке. Өзіңсің менің сенерім, өзгеден сұлу бөлегім, жаныммен қалап тұрған соң жанымдай жақсы көремін. Сені сүйемін жан үшін, жанымды емдер. Қош келдіңіз, той құтты болсын. Ал енді Ерназар әкеміз жалпы тойдың иелеріне бір ауыз тілек және де сыр алып алғанда ұмытпайық кәнеке. Ассалаумағалейкум, міне құрметті қонақтар. Бүгін Құрбановтар семьясына үлкен той. Бұл тойдың себепшісі мына Ерназар ағамызбен Ажар апамыздың және де баламыздың тілашар тойы құтты болсын. Біріншіден, бірінші байлық денсаулық дейді, дендеріңіз сау болсын. Мына жайған дастархандарыңыз әрқашанда қуаныш күнге тойға жайсында. Осы сіздердің үйлеріңізде тойға келейік. Ажар апа, Ерназар аға, жастарыңыз 100-ге келсін, 100 жасаңыздар. Ақсақалды шал болып, ақжалық дана болып жүре беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Алла тағала қуат берсін. Той тойға аласың енді. Сәулет, Лариса тойларын құтты болсын. Сол тойларда қызмет қылып жүре берейік енді. Семьямыздың атымыздан азғана сыйлығымыз бар, соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Аға айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Асықпайық. Шапан құтты болсын. Бұл да бір құрметтің белгісі. Конечно, ана столға барғанша шешіліп қалады ғой, үйде барып сандыққа жатады. Дегенмен де осының өзі бір бедел. Келіңдерші, екі жағына тұрасыңдар ма, ортасына тұрасыңдар ма, жалпы фото естелік болсын кәнеке. Сені сүйемін жан үшін, жанымды емдер дәрісің, сүюді сен үйреткен, алғыс айтамын бәрі үшін. Төрехан аға, мына шапан шешпек қойыңыз, Геннадий Головкин ұқсап тұрсы, осы тұрыста. Айналыңызшы. Ағайынға көрсетіңізші. Аққу деген аты бар? Аққу деген аты бар, көкқу деген аты болды енді оған. Геннадий Головкин деп жи дейді, арқасына 3 әріпті басып беріңіздер. Рахмет, кәнеке төрге шығайық. Ерназар әке алыстамаймыз енді, сіздерді алып қаламыз ортада. Сіздер келіңіздер, мына жаққа тұрып алыңыздар. Енді сіздерді бұл жерге не үшін алып қалдым? Бүгінгі тойды жасап жатқан жаңа тілек айтқызбадым балаларыңызға. Кеп құшақтап еркеленіп жатыр. Алғысын алып жатыр, баталарыңызды алып жатыр. Ендеше жалпы өздеріңізде көбейіп жатқан ұл қыздарыңызды, ортаға шақырып күйеу балдар келіндеріңізді бір ауыз тілегін тыңдасақ осы жігіттердің, дұрыс па қайын? Бір қол соғып қойға жарақшы кәнеке, ұрпақтарына кәнеке. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттен сүйген жүректен обалай. Жаудаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай. Бір бұрылып қарамай. Бір сұрақ қойыншы, кезінде бір анамыздан сұраған екен. Мұқият тыңдайық ағайын. Ұлыңыз жақын ба, келін жақын ба, қыз жақын ба, күйеу бала жақын ба? Ұлдан келінім жақын, Құдайға шүкір. Жаңағы жұмысымды істеп, төсегімді салып берген. Балам одан да жақын. Қыздан күйеу балам жақын, қызымды құрметтеп, қасына жар етіп санаған. Одан да қызым да, ол да екеуі да бірдей. Ұлым да, қызым да барлығын бірдей көремін. Бәрекелді. Мінеке, құрметті ағайын, кезінде бір анамыздан сұраған екен. Келін жақсы ма, бала жақсы ма? Келін жақсы ма, дәл осы сұрақты қойса. Сөйтсе айтады дейді, балдарым онша емес. Келіндерім айтқаннан шықпайды. Қайта күйеу балдарым жақсы, қыздарым айтқаннан шықпайды деген екен ағайын. Жоқ, барлығын мақтады міне. Күйеу баланы, қызды, баланы, келінді. Алла разы болсын. Кәнеке тілегімізді бастайық ендеше. Ассалаумағалейкум, тойға келген
ағайын, туысқан, құда, жекжат, жиен, бөле, інімнің жоралары, барлықтарыңа рахмет. Бізді сыйлап осындай тойымызға келіп отқан. Не дейміз? Дендеріңіз сау болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Көке жинше, Сәулет, Лариса тойларың құтты болсын. Серентайдың тілашар тойы құтты болсын. Мери тойларыңыз құтты болсын, әке. Әке, енді кішкене сюрприз жасадым, енді өзіңіз осы уақытта ашып көріңіз, бір қызығы болсын осы кезде бір. Ортада ашайықшы барлығымыз. Бірінші былай жасайық. Көрсетпейік. Ағайынға ашайық бірінші. Сюрприз ғой. Көкем өз ашсын. Өз ашсын ба? Онда былай жасайық. Келіңізші, келіңізші. Былай жасайық. Ұстаңыз. Оның беті қайда? Мына жақ па, мына жақ па? Мынау ма? Мына жақтан ашасыз. Бірінші өзіңіз қарамайсыз. Бірінші ағайынға көрсетейік. Өйткені осы қызықты ағайынмен көріп жатсыз, дұрыс па? Сіздер бағасын бересіздер қазір. Өзіне де көрсетпейік. Иә? Бірге болсын сюрпризіміз. Üstüne açınız. Ne stop durun. Көрсетсем бола ма өзіне? Көрсет деп жатыр. Не бар деп ойлайсыз? Білмедім. Қызық болып тұр ма? Поличеде сонаймыз ба? Көрсетейік, иә? Мына балаларыңыздың, сіздің ұрпақтарыңызды, сіздің жеті атасынан бастап терген екен. Әрі қарай ұрпақ жалғасып жатыр міне. Иә, ау. Үстінен оқиын ба? Алтын жапалақ руы, дұрыс па? Жаңбыршы. Бұл бірінші атамыз ғой енді. Екінші атамыз Самырза, Әбдірейім, Құрбан, Қожамжар, Ерназар, Сәбит, Сәулет, Саян, Сералы. Ерназар әке, бұдан да көбейе берсін сандар. Мынау кеңейе берсін. Керегенің кеңейген деген осы шығар. Құтты болсын тойларыңыз. Ал, кейін кезек кімде? Құрметті алыс жақыннан келген ағайын, баршаларыңызға той құтты болсын, көке жинше мерейтойларыңыз құтты болсын. Мына немереңіздің тілашар тойы құтты болсын, мектепке барған қадамы. Оқуда озат болсын. Мен деген үлкен азаматтар болып жетсе берсін. Сіздердің қызметіңізді қалатын папа мамасының көз қуанышы болсын. Барлықтарыңызға той құтты болсын, той жұғысты болсын. Міне бүгін осы әулетте той екен. Мерей тойларың құтты бола берсін. Тілашар тойларында құтты болсын сәкем. Осы үлкен тойларға кездесе берейік, не болса да. Кеш жарық, ағайын туыс бауырлар, құда-құдағайлар. Көке апа, мерей тойларыңыз құтты болсын, жастарыңызға жас қосыла берсін. Өмір жастарыңыз ұзақ болып, біздің алдымызда өйстіп көшбасшы болып, ақылыңызды беріп, жүре беріңіздер. Саянтайдың тілашар тойы құтты болсын. Үлкен азамат болып, еліне қызмет қылатын үлкен азамат болсын да. Барша жақсы тілектерге тілектеспіз. Көке жинше Лариса Сәулет тойларың құтты болсын. Серонның мектеп табалдырығын аттағаны құтты болсын. Оқуда озат болсын. Той жұғысты болсын. Әлемдегі бар жақсылықтар тілеймін. Бақытты болыңдар. Ата ене, тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Әрқашан алдымызда ойнап күліп жүре беріңіздер. Сералында тілашар тойы құтты болсын. Оқудан озат. Мен деген азаматтардың бірі болсын да. Тойларың құтты болсын. Енді әкесіне подарок сыйлап, шешесіне сыйламағат демесін енді. Шешемізге де подарок бар солай. Барлығы тілек айтады да, микрофон сәкеңе келсе, бір подарок шығады, сықылат тұнып тұрған.
Так, кім тілек айтады? Сыйлықты берейік, анамызға табыстайық кәнекей. Әрине, анаға не сыйлаймыз? Тек қана алтын сыйлап, ананы гүлдендіреміз ағайын, Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттең сүйген жүректен... Енді кезек қайтып орнымызға тұрамыз. Сізде правиланы бұза береді, Мына екі кісіні ағып тұр. Бұл екі кісі осы той жасамағанда подаркада табысталмайды деді. Тілек те айтылмайды деді. Ау. Қызың жол жұмысқа деп нектен бастайық? Өзі біледі өзі. Осы тойды жасауға рұқсат берген, ата-ананы құрметтеп білген, әйелді құрметтеп отқаны ғой, әйелін бастасын дейді. Қайсысы бастасын? Сәулет па? Қой, баста қой. Ассалаумалейкум, жиналған жамағат. Мұна жиналған себебіміз енді бізді сыйлап келген үшін ғой, енді бәрі белгілі ғой. Бұның себепшісі мынау атам мен анам. Мерейтойы құтты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, 100-ге жетсін. Не дейміз басқа? Осы көз қуанышымыз болып, бізге басшылық қылып, не дейміз? Бір күрделі жолда әлі көрсетсін да, әлі ұзақ жолдарды әлі көрсете берсін. Сонымен міне жиналған алыстан келген құда, шекжат, дос, құдаша, ағайын, достарым алыстан келген мынау, апаларым, жезделерім, көп-көп үлкен рахмет, нағашыларым отырына төрде. Мына алыстан, Өзбекстаннан өзімнің жаңағы бауыр ағам, үлкен оған рахмет, Сұлтан аға бірінші, Бекназар аға, Гүлбаршын жеңшем, мына нағаш апам келіп отыр үлкен. Бірінші мына Жақсыгүл апамнан үлкен рахмет айтамын. Содан мына ПМЖ-ға көшіп, өзіміздің той бұйырып келіп отырған мына Алтын әпшеммен Бақыт жездем үлкен рахмет сіздерге да. Тойға ат салысып жүрген жігіттердің бәріне үлкен рахметіне, достарым, ағаларым, нағашыларым ішіндегі мынау Бердібек нағашым басынан бастап мына алдыңызға келген тағамның етінен бастап күлінен шығып жүрген үлкен рахмет, едене айтам сізге. Рахмет. Не дейміз? Осы сыйлап келіп отырған үшін бәрін басын дейм. Содан кейін мынау алыстан 500 километр жерден өзім ағайын бауырларым келіп отырна. Айгүл әпше сізге едене. Ғалымаға, мына жездем, жылтыр жезде деймін ғой оны бірінші да. Қарасаң түрінен өзі белгілі бола беретін. Алыстан тоясын түріне. Жезделері мынаяқта отырған. Жем, бөлем бәріне үлкен рахмет осы тойда. Одан кейін мына өзімнің бауыр апам, ағаларым, жезделерім бәріне ат салысып жүрген осылардың. Біреумен бәрі жұмыс бітпейтін. Үлкен осы ағаларым үшін үлкен рахмет басын дейім өйсті. Сонымен енді азғынтай болса да, енді азғынтай әкеміз бен шешемізге енді сыйлығымыз бар, азғынтай сюрприз. Бәріміздің де. Бойында тәкаппарлық жоқ, қой шіркін. Бидайда басына дәнді көбірек жинаған сайын иілгіш келеді дейді. Басын иіп жатыр. Ол деген мына баста өзі ақылдың толғандығы, үлкеннің алдынан кесіп өтпей, сіздерді құрметтегендігі ағайын. Басында айтқандай, Алланың алдында тек қана сәждеде тұрып бас иетін, адамға бас имейтін, тек қана Алланың аты болған, сіздерге бас иіп жатыр. Тағы бір қол соғып қояйық. Лариса ханым енді қызметті өлтіріп қойды, бірақ тілекті не айтам, маған іштей қалмады ғой деп жатыр енді. Барыңды айт енді. Құрметті қонақтар, міне келіп отқан ағайын туыс бәріңізге, мына Сәулет айтып қойды ғой, бәр тілектің бәрін. Біріншіден ата-анамыз ғой, ата-анамыз аман болсын. Бәр қайын жұрт, ағайын туыс, өзімнің туған бауырларыма бәріне рахмет айтам, басын дейм бәріне. Қайнапама, особый абысын мен қайнапам, ағама бәріне қызметтерің Алладан қайтсын.
осы басы басталғаннан аяғына дейін жүр. Сіздер үшін мен басымды иіп еғам. Мына ағам мен жеңгем кеп отыр. Оларға да мың алғыс. Қайын жұрттарым кеп отыр. Петропавлдан қайын жұрттарым кеп отыр. Өзбекстаннан бәріңізге басымды ием. Біздердің азғантай сыйлығымыз бар, соны тапсырып жүріңіз. 2 анашыма, әкешіме сыйлығымыз бар. Анашың, әкешің аттар кімдер? Барша манас, мамам мен папам Өзбекстанда, ағам мен жеңгем жіберген. Елшілер, Манас барша қонақтарымыз кәнекей. Келіңіздер, қайда? Манас мырза қайда? Келіңіз. Кәнеке, табыстайық Манас ағамызға. Жеңгемізге табыстаңыздар кәне. Менің әкем жақсы адам, анашымның тірегі. Анамдай жоқ басқа жан, жанұямның жүрегі. Менің әкем жақсы адам, анашымның тірегі. Анамдай жоқ басқа жан, жанұямның жүрегі. Әй, рахмет. Ал енді, құрметті ағайын, соңғы бір әдемі бір сөз бар. Былай қараңызшы, Ерназар. Шаршамадыңыз ба? Жоқ, шаршау жоқ. Неге? Бәрі көңілдегі дей ма? Жоқ, әлбетте. Бәрі келді. Тойдың басынан бері сөйлетпей жатыр мен бұл кісіні. Шақырып аламыз, құттықтатамыз, билетеміз, тыңдатамыз. Бірақ енді бір айтары бар шығар. Микрофонды сынайын кәнеке. Өзіңізде, жүрегіңізде бір лебізіңіз болса, балаларыңыз ба, келген қонақтар ма, той иелері жалпы кәнеке. Құрметті қонақтар, міне алыс жақыннан келген міне бауырларым, құдаларым, мына көршілерім, мінекей барлықтарыңызға рахмет. Келген аяқтарыңызға гүл бітсін. Мінекей балдарым, рахмет айналайым, ризамын. Міне балдарым, қыздарым, міне келіндерім айналайын. Міне бәрін міне айтау құрметтеп не қыласыздар. Рахмет, міне халқыма рахмет. Осындай дәрежеге не қылған, жеткерген. Алламызға шүкір, Аллаға рахмет. Аллаға тәзім. Осы күнге жеткерген. Так, не дейміз? Мінекей халқым. Міне барлықтарыңызға рахмет. Аманшылық дауыс болсын отбасыларыңызға. Әрдайым осындай той болсын. Әрдайым жеріміз тыныш, аспанымыз ашық болсын, дүниеміз тыныш болсын. Барлықтарыңызда осындай той жұғысты болсын. Апа, қалай ойлайсыз? Сіз тілекке қосыласыз ба? Айтарыңыздар ма? Құрметті алыстан жақыннан келген қонақтар, мінекей бүгінгі біздердің осы тойымызды тойлап, ойымызды ойлап, мына ең жақсы ниетімізді бөлісіп жатқан, келіп жатқан ағайын туған туыс, тамыр жекжат, қайын жұрт, бауырларым, келіндерім, сасеттерім, барлығыңа мен сіздердің бүгінгі келіп құрметтеп жатқандарыңа мың алғыс айтамын. Басымды иіп тұрып сіздерге мен ырзалығымды білдіремін. Мынау осы тойға ат салысып, менің мынау балдарым, 4 балам, Құдайға шүкір 8 деп ойлаймын. 8 балам бар деп ойлаймын. Айналайын балдарым, осы құрметтеп, ата-аналарыңды сыйлап, осы тойды істеп беріп жатқан менің осы 8 балама мыңда бір алғыс. Мен балдарыма ризамын. Құдайға шүкір, ең бақытты әке, бақытты анамын деп ойлаймын. Құдайға маңа мың қатыр шүкіршілік. Құдай алайым айтау тіл көзден сақтасын. Осы тойды бөлісіп отқан, мынау келіп жатқан осы тойға барларыңызға рахметімді айтам. Сіздердің үйлеріңізде де осындай той болып,
менің балдарым, қыздарым, келіндерім, күйеулерім жүгіріп осындай тойларыңызды бөлісе берсін. Әрқашан келгенде аяқтарыңызға гүл бітіп, мың алғыс сіздерге. Мынау келіп жатқан қайын жұртыма, өзімнің Өзбекстаннан келіп жатқан жаңа балам бәрін телгіштеп айтып еді ғой. Соларға тағы да мен атымнан мың алғыс жариялаймын. Бізді сыйлап, құрметтеп, осы қиыншылық заманда келіп жатқан барлығына мың мәрте рахмет айтамын. Айналайын балдарым, өмірде дым қиыншылық көрмеңдер. Тек бақытты күндерің көп болсын жандарым. Мен сіздерге берген ақ сүтіме ризамын жаным. Бәр еңбегімді ақтап, мінекей бүгін мерейтойымды тойлап, өз ырзашылдығын білдіріп атқандарына мың алғыс балдарым. Енді не дейін, енді осы ғой, енді бар жақсы. Жүрек жарды тілегім осы барлығына. Рахмет ағайын. Баршаларыңызға ризалығын айтты. Бірақ ең маңызды разылықты мен естіген кезде басқаша күйде болдым. Балаларыңа ризамын, ақ сүтім үшін ризамын деген кезде ағайын. Сіздер де қол соқтыңыздар, дұрыс па? Басқаша. Міне ең басты сол. Анаңды разы ет, атаң, әкеңді разы ет. Жәннаттың кілті есігі сен үшін ашық дейді. Әрдайым осындай разылығын алудан шаршамаңдаршы. Тойларың көп болсын. Тойды тек қана осы атана, ағайын туыс, қалғаным балаларыңа атай беріңдер дегім келіп отыр. Ал енді Ерназар әке, тағы да бір той құтты болсын, тойыңыз той қоласын. Енді осы тілегіміз аяқталды. Қалған жандарды биге шақырсақ. Мына жақта мінекей столда шай тұр. Шай ішіп, әрі қарай той думанды бимен жалғастырсақ. Қай кісіден баталайын? Той істеген адам тік аяқ тұрып, ілеумен деп тойына бата тілейді. Сондықтан да осы жерден ажырамай тұрып, үлкеннен бата тілеп алсақ қалай болады, Үлкеннен болғанда кімнен сұрайық? Ұзақтан келген інім Бекназардан аламыз. Бекназар ағамыздан. Әрине тойдың батасын сізге тапсырып отыр. Келіңіз. Сосын әрі қарай билейміз, шай ішеміз. Кәнекей, ілеумен. Әумин десең, қолың жай жарылғасын бір құдай. Не дейін? Той қыласын, әумин. Әумин. Берген батаңыз қабыл болсын. Ұмытылған бата қабыл болады дейді. Ал ендеше ағайын, сіздермен бүгін осы тойда бас қосып, осы тойды жүргізіп, сіздердей ақ жарқын жандарды көргеніме өте қуаныштымын. Той сіздерге де жұғысты болсын. Келесі тойда кездескенше той құтты болсын. Биге шақырамыз баршаларыңыз, кәнекей. Кет.
оңаша сөзім басаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған, сен жұмаған. Жылтыр көйлек, жарасып үстіңе құдаша мощный, жай ғана сөйлеп. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі билеп. Әңгіме салсам үйдеп маған дейді. Жылтыр көйлек, жарасып үстіңе құдаша мощный, жай ғана сөйлеп. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі билеп. Әңгіме салсам үйдеп маған дейді. Жылтыр көйлек, жарасып үстіңе құдаша мощный, жай ғана сөйлеп. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі билеп. Әңгіме салсам үйдеп маған дейді. Жылтыр көйлек, жарасып үстіңе құдаша мощный, жай ғана сөйлеп. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі билеп. Әңгіме салсам үйдеп маған дейді. Сені дара-дара, өзіңмен билесем бола ма? Сені үшін дара-дара, қинама Динара. Ақ гүлім мәңгі, өзіңдей жанды, бір көргеннен ғашық боп ұнату заңды. Күнім деп қана, гүлім деп қана, дидарыңа қараймын гүлім деп қана. Ақ гүлім мәңгі, өзіңдей жанды, бір көргеннен ғашық боп ұнату заңды. Күнім деп қана, гүлім деп қана, дидарыңа қараймын гүлім деп қана. Сүйемін сені дара-дара, өзіңмен билесем бола ма? Сен үшін тартамын гитара, қинама Динара. Сүйемін сені дара-дара, өзіңмен билесем бола ма? Сен үшін тартамын гитара, қинама Динара. Бар, сенің тәтті тіліңнен бал тамады бал. Күліп ойнада, билік жайғана, менен басқа ешкімді мүлде ойлама. Арманым да бар, талғамым да бар, сенің тәтті тіліңнен бал тамады бал. Күліп ойнада, билік жайғана, менен басқа ешкімді мүлде ойлама. Сүйемін сені дара-дара, өзіңмен билесем бола ма? Сен үшін тартамын гитара, қинама Динара. Сүйемін сені дара-дара, өзіңмен билесем бола ма? Сен үшін тартамын гитара, қинама Динара.
қаттысың, кейде тым тәттісің. Мен сүйген ару қыз, сен маған бақпысың. Жүрегім айықсың, сезімді бағала, сен маған лайықсың, басқаға қарама. Аққудан аумайсың, көңілім толама, күлдірсем алмайсың, осылай бола ма? Жүрегім айықсың, сезімді бағала, сен маған лайықсың, басқаға қарама. Аққудан аумайсың, көңілім толама, күлдірсем алмайсың, осылай бола ма? Кешір жаным, кешегімді шығарып сала алмадым. Өзіңді іздеп сол жерден таба алмадым. Өмір бойы бақытты болуыңды мен қаладым. Қара көзің, әлі сенді сүйемін деп айтқан сөзің. Кінәлісің бәріне енді өзің. Шын көрдің бе жаным ау жұртың айтқан жалған сөзін. Асыр сап билеп ойнаған, көңіл көтеріп тойлаған, дос жарандарды шақырып, шаттықтың күйін ойлаған. Осы тойда ән салып, ойнада күл, биікші шаттанып, ойнада күл, ойнада күл. Шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Ойнайық бүгін тек көңілімің түйресін, қыз жігітке күлімдеп, жігіт қызды сүйресін. Көңіліңді байқайын, әнді шырқап айтайын, бәрі тұрып билесін. Шаршама, тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Ей, бәрекелді. Төрде отырған алтындар билемей жатыр дейді, ағаларын ортаға алтындар шақырайық биге дейді. Кәнеке, келсін әлі ортаға алтындар билесін деп жатыр. Ал кеттік кәне.
тербейді 18 пен 25 қайтып келмейді тирит-тирит-тита көңіл тербейді 18 пен 25 қайтып келмейді шырқап түнгі таңғы жалғады сұлуларға жалындап сиренаны арнадық әрбір жігіт әнге салған осы бір ән есте қалған тирит-тирит-тита көңіл тербейді 18 пен 25 қайтып келмейді тирит-тирит-тита көңіл тербейді 18 пен 25 қайтып келмейді жалындаған сол бір кез сағындырды дейсің бе 18 пен 25 қайтып келер дейсің бе әрбір жігіт әнге салған осы бір ән есте қалған тирит-тирит-тита көңіл тербейді 18 пен 25 қайтып келмейді тирит-тирит-тита көңіл тербейді 18 пен 25 қайтып келмейді